Қайырлы күн, номер 510 есеп 5 сынып математика. Мұнда бізде көбейтуге байланысты берілген, яғни квадрат. Квадратты тап дейді. Квадрат табу деген сөз, ол сол санды өз-өзіне көбейту. Мысалы, А-ның квадратын табу, ол А-ны, яғни өз-өзіне көбейту. Сол санды 2 рет өз-өзіне көбейту. Егер сізде 3 дәреже болатын болса, 3 деген сан көрдіңіз бе, онда осы А 3 рет көбейтілуі тиіс. Сонда сіз А-ның кубын табасыз. Кеттік, 510 есептің біріншісінде 4-тен 1-дің квадраты. Яғни, мына квадрат, 4-тен 1-дің квадрат деген сөз, 4-тің де квадрат жақшан сыртында тұр себебі, және 1-дің квадратын тап деген сөз. Демек, 4-тің квадраты бізде 16-ға тең, 1-дің квадраты 1-ге тең. Екінші, 9-дан 1-дің кубы. Яғни, ол не деген сөз? Жақшан ашып шығайық, 9-дің кубы және 1-дің кубы. 1-дің қанша дәрежесі болса да, ол 1-ге тең болады. Өйткені 1-ді неше рет өз-өзіне көбейтсең де, сол 1 болады. Ал 9-дің кубы 729-ға тең. Үшінші бізде 5-тен 2-ның кубы, яғни 5-тің кубы және 2-ның кубы деген сөзде, бұларды орындау үшін 5-тің кубын табамыз. 5-тің кубы қаншаға тең, яғни 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейт деген сөз. 3 деген жоғарыда шекесінде санды көрдік пе, демек осы 5-ті 3 рет өз-өзіне көбейт деген сөз. Ал 2-ның кубы, 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейт деген сөз. Сонда 2-ның кубы бізде 8-ге тең, 5-тің кубы 5 жерде 5-25, 25-ке 5-ті көбейтсем 125 болады. Келесі 4-ші бізде 7-тен 4-тің кубы, яғни куб, 3 дәреже. 7-ні өз-өзіне неше рет көбейтемін? 7-ні өз-өзіне 3 рет көбейтемін. Бұл жақшан сыртында болғандықтан алымына да тиісті, демек алымын да 3 рет өз-өзіне көбейтіп шығамын. Так, енді 4-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсе қанша болады? Әрине ол 64 болады. Ал 7-ні өз-өзіне 3 рет көбейтіңіз. 7 көбейту 3. 49, 49-ы 3-ке көбейтсек, 343. Келесі 4-ші есеп бізде, 5-ші есеп бізде ол 1/2-ден 1. Осы 1/2-ден 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Ол үшін 1-ді, мына бүтінді 2-ге көбейтесіз бөліміне, 2 алымындағы 1-ді қосасыз, 3. Оның нәтижесін алымына жазасыз. Яғни, екеуіне де квадрат тиісті, себебі жақшан сыртында тұр. Бұрыс бөлшекке айналдырып алып, содан кейін квадраттайсыздар, естеріңізде болсын. Аралас сан түрінде көбейтуге квадраттауға немесе дәрежеден, яғни дәрежеден жалпы шығаруға болмайды. 2-ның 2 дәрежесі 4-ке тең, 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. Бұл бізде бұрыс бөлшек болып қалды. 9-ды 4-ке бөлсем, ішінде 2 рет кездеседі. Бөлімі 4, алымында 9 4-ке бөлгенде 8, неше қалдық қалады? 1 қалдық қалады. Келесі 6-шы бізде 6-дан 1/6-дан 1. 6, 1-ге 6-ны көбейтем 6, 7 квадраттарын табамыз, 6-ның квадраты 36-ға тең, 7-ның квадраты 49-ға тең. Так, бұны есептеу бізде бұрыс бөлшек болды. 49-ның ішінде 36 неше рет кездеседі? Әрине 1 рет, яғни 1 бүтін. 36 өз орнында өзгеріссіз қалады. Қанша қалдық қалды, соны жазамыз. 49-дан 36-ны алсам, менде 13 қалдық қалады. Келесі 7-ші бізде 2/3-тен 1. 2-ні 3-ке көбейтем 6, оған 1-ді қосамын 7. Енді кубтарын табамыз. Кубын табу деген сөз, өз-өзіне сол санды 3 рет көбейту деген сөз. 3-тің кубы 27-ге тең, себебі 3-ке 3-ті көбейтсем 9, оған тағы 3-ті көбейтетін болсам 27. Ал 7-ның кубы 7 жердегі 7 49, оған 3-ті көбейтетін болсам 343. Бұрыс бөлшек, енді бұны аралас санға айналдырып қоямыз.
Так, 343-тің ішінде 27 неше рет кездеседі? 12 рет болу керек. 12, 27. Енді қанша қалды, соны табамыз. Так, 12-ні 27-ге көбейтсем 324 болады, 19 қалдық қалады. 19. Соңғы 8-ші есеп бұрыс бөлшектен алдырып аламыз. Так, 2. 3-ке 2-ні көбейтем 6, 6-ға 1-ді қоссам 7. Несі сұрап тұр бізде? Кубын сұрап тұр. Яғни кубтаймын. 2-нің кубы, балалар, квадрат 10-ға дейін, кубты 10-ға дейін кем дегенде жаттап алғандарыңыз дұрыс. 2-нің кубы 2 кere 2 4, оған 2-ні көбейтсем 8 болады. 7-нің кубы жаңа шығардық, қанша дедік? 343 дедік. Бұрыс бөлшек. Енді осы бұрыс бөлшекті біз аралас санға айналдыруымыз керек. Сонда не шығады? 42 рет кездеседі. Бөлімі өзгеріссіз қалады. Ал қанша қалды, соны алымына жазатын боламыз. 7 қалдық қалады, Сонда жауабы 42,87 болады.